Мен Қалдыбай Ақбота, Қарасай ауданы, Қаскелен қаласында дүниеге келдім. Менің алғашқы ғылымға қадамым туған өлкем Қаскелен қаласынан басталады. Туып өскен өлкемнің табиғаты өте тамаша. Қаскелен қаласы таудың етегінде орналасқан. Сарқырап ағып жатқан Қаскелен өзені қаламызға ерекше көрік беріп тұрады. Таудың басын қысы-жазы аппақ қар басып жатады. Көше бойы ағаштарға, гүлдерге тола әсем көркі тек қала тұрғындарын ғана емес, қала қонақтарын ерекше тамсандырады. Сондай-ақ қаламыздың әрбір тұрғыны үйінің ауласына жеміс ағаштарын өсіреді. Менің туған өлкемнің климаты өте қолайлы. Жазы ыстық 30 градусқа дейін, ал қысы суық 15 градусқа дейін барады. Жауын шашын мол жауады, ылғалды, ауасы таза, табиғаты көз қуантады. Өсімдіктер дүниесімен қоса, жануарлар мен құстарға өте бай. Туған жердің әрбір тасына дейін қасиетті, киелі. Туған ел, туған өлке бұл өз үйіңнің табалдырығынан басталады. Оның жұпар иісті жусаны, ауасы, суы, көлі, тауы бәрі туған еліңді құрайды. Мен туған өлкемнің көркеюіне өз үлесімді қосамын. Қаламыздың таза болуына, қоқыстардан таза ұстауға өз замандастарымызды шақырамын.